Баршаңызды alyomedia.com жамааты атынан кіріп келатырған жаңа 2015 жыл менен құтлықлаймыз. Ассаламу алейкум азиз достар. alyomedia.com сайты ағзалары hamda bizde интернет арқылы тамаша қылып отырған бүткіл Қарақалпақ жастары. Баршаңызды кіріп келатырған 2015 жаңа жылыңызбен құттықтаймыз. Hamda бүгін alyomedia.com сайтында мейманда эстрадамыздың ажайып таланты қосқылары Қарақалпақстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қырғызстан, Ұлымстан деп аталатын республикаларда қосқылар хитқа айланған ұстаз қосқышы эстрадамыздың ағай жұлдызы Алишер Алламберген. Аға, қош келіпсіз студиямызға. Рахмет. Ассаламалейкум, құрметті сайтымыздың ағзалары. Мен де кіріп келатырған сіздерді жаңа жыл байрамыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Рахмет, қош келіпсіз. Енді алдын ала келісіп алғанбыз, бірнеше сұраулар ықыласмендерден келіп жатыр. Сол сайтымыз ағзалары hamda ықыласмендеріңізден келіп түскен сұраулар. Бізден сұрау, сізден жауап дегендей. Демек, сұрауларды бастаймыз. Мархамат. Бірінші сұрау неге Аширов Ажинияз деген ықыласмендіңіз жазыпты. Сол Алишерға сізге үлкен табыстар тілеймін. Hamda қашан концертіңізді үнем етесіз деп концерт сұрап жатыр. Қашан беріледі дейді. Енді кеше жақында мақсат шоу сіздер өздеріңіздің концертіңізде сұраулар берілді. Не ол деймін, құда қаласа 2015 жыл жаңа қосқыларымыз бар, құда қаласа өздеріміз істеп жатырған. Амал болса 2015 жылы концерт береміз деген ниеттеміз, бағаласа. Демек, Аширов Ажинияздың сұрауына жауап алды деп ойлаймын. 2015 жыл билет алса болады. Ал таярлана берсін деймін де етілі оға. Енді Бека фестивал деген лақаппен бізге сұрау жолдаған, ықыласпендіңіз. Сәлем Алишер аға, сізге табыстар тілеймін депті. Мына қосқыларыңыз бара алмадым, мехрибаным деген қосқылар кімгедір арналған ба дейді, бұл сыр болмаса кімге арналған дейді. Енді бір қосықтың өзінің тамыры болады, кімгедір арналған болады. Құрдан құры Илхам Оянбайды. Әлбетте олардың иесі бар. Әммесінің енді ол растанда сыр есапланады. Сыр? Әлбетте. Жігіт сыры десің. Жігіт сыры деген қос, сол сыр дегенге арналған. Сырланша қалған. Рахмет. Екінші сұрау бар екен, Бека фестивал лақабымен сұрау жолдаған. Қосқыларыңызға өзіңіз қандай бақа бересіз? Мысалы, сырттағылар бақа береді ғой, басынша. Өзіңіз қандай бақа бересіз қосқыларға? Мен өзім қосқыларыма енді туысын айтқанда өзім бақа бере алмаймын. Негізі бірінші нәубетті халық бақа береді. Мен де сол халыққа қарап, халықпенен бірге болып. Халық қандай бақа берсе, мен де сондай бақа беремін. Рахмет. Hamda мінекей Жеңіс Бакиров, ықыласпендіңіз, Ахмет Еркебаев сізге жаңа жылда жаңа табыстар тілепті. Сол жаңа жылдармен құттықтаған. Енді Саламат Абдыразақов деген жігіт бізге бұлай сұрау беріпті. Енді дөретушілерде әркімде әрқилы уақытта илхам келеді. Сізге илхам қандай пайтта келеді? Орынды сауал болды. Енді кімгедір жолда келеді илхам, кімгедір түнде келеді. Маған енді көбінесе сол ярым ақшамларда түнде келеді. Үйге кеп болғаннан кейін ізіңізден келеді. Тойдан келгеннен кейін ізіңізден кеп келеді. Жүдә әжайып. Енді және Ринат деген тыңлаушыңыз сізге табыстар тілепті. Рахмет. Дауысыңыз жүдә ұнайды деп өзінің тілектерін білдірген, жаңа жылда табыстар тілеп жатыр. Шоңайдан Ислам деген ықыласмендіңіз сұрау жолапты. Сіздің бара алмадым деген қосыңызды бірнеше қосқыштар алып айтады. Қайрат Нұртас, Диджи Миран, және қырғызша айтылды, түркменше. Сіз бұған қандай пікірдесіз? Сіздің қосыңызды алып айтып жатыр басқалар. Мен жүдә жақсы пікірдемін. Құдайға шүкір. Бір қосқышының қосығын екінші бір қосқышы айтып шықса, демек оның бір әуметілі шыққаны. Мен оған ешқандай қарсы емеспен. Мен қайта қуаныштымын олар. Мысалы, әр бір қосқышының өзінің жолы бар, жөнелісі бар. Әр қайсы қосқышы өзінің жолымен жүдә жақсы айтқан. Мен қуаныштымын олар. Мейрам 108-дің жолымен, Қайрат Нұртас Алматының жолымен айтқан сізге. Давам етеміз. Енді Бозатаудан Айнура деген қарындасымыз шығар, енді мүмкін ентеймін де, көбінесе жасылар кіреді ғой интернетке, соңышын айтып тұрмын. Бозатаудан Айнура деген ықыласмендіңіз сұрау жолапты. Алишер аға, жаңа жылмен құттықтаймыз, табыстар тілепті, hamda сұрау өмірдегі арманыңыз. Орынды сауал жүдә әркімнің өзінің арманы болады. Сіздің әм өзіңіздің арманыңыз бар шығар. Енді мен өзімнің арманым қанекей мені еш уақытта бір илхамын тәрк етпесе.
Сол балалық кезіндегі, әркімнің бала кезінде өзінің арманлары болады. Мысалы, қосқышының өзінің дөретушілік жолында өзінің арманы еш уақытта өзінің ылқамы тәрк етпесе, жаңа қосқылар істеудің үстінде ылқам ең басты рөл деп ойлаймын. Ылқамын тәрк етпесе. Келесі сұрау Сақып Жамал Сырғабаева деген қарындасымыздың сұрауы. Әлішер аға, сіз жақсы көріп тыңдаймыз, hürmet қыламыз. Сізге сұрау, өзіңізге ұнамайтын әдеттеріңіз бар ма деп. Өзіңізге ұнамайтын тәріптеріңіз бар ма? Өзіме ұнамайтын тәріптерім кей уақытта еріншектілік тұтып қалады. Ең сол ұнамайтын тәріптер сол бірінші нәубетте еріншектілігім тұтып қалады кей уақытлар. Қалған ұнамайтын тәріптерді айтуға ерін тұрсыз қалады, еріншектілік тұр. Рахмет. Енді неге Ринат деген тыңлаушымыз, Айнура сізге табыстар тілеп жатыр. Енді аты жөнін айтпаған сұраулар келіп түскен да. Ассалаумағалейкум Әлішер аға, сіздің қосқыларыңызды есімді білгелі бері тани ма депті. Сонда 95-ші жылдардан бастап есін біліп бастағанда ол да. Сондай белгісіз инсан. 93-тен бастап есін таныған екен. Алдын сіз ударникші, ансамбльде ударник инструментінде отырғансыз дейді, сол рас па дейді? Рас десек те болады. Себебі мен Рустам ударникте отырғансыз ба? Мектепте ол дайрашылар ансамблі бар еді. Дайрадан бастағанмын ол негізінде. Кейін ең бірінші ойнаған инструментім ударник болған. Ударникте. Ударник инструментте ойнағанмын. Басты сол ансамбльге ең баста кіруімнің себепшісі сол ударник болған. Жігіт адам да, олар ұруға не ұруға қызғатты ya. Рустам деп. Рахмет. Екінші сұрау бар екен. Тимур Досшампен группашын болып шыққан уақытта Тимур Досшампен бірге солист едіңіз. Сол Тимур Досшампен дуэт айтуға қалай қарайсыз дейді. Әлбетте жақсы қараймын. Дуэт айтуға. Екінің дуэт айтуға қыз бола болса жүзде жақсы болады. Енді Берік деген ықыласменден сұрау жолапты. Сұраулар көп екен Беріктің. Бірінші сұрау, қазіргі күнде кімдермен істесіп жатырсыз? Қазіргі күнде істесіп жатқаным бұрынғы өзімнің кәсіптесім Файзуларды деп. Негізінде сонымен істесіп жатырмыз қазір. Басқа да балаларымыз бар. Достың ескісі жақсы деп сол Файзуланы жаздырмайсыз ғой не? Файзуланы киятын. Екінші сұрау, Шимбай қаласында концерт беруге қалай қарайсыз депті? Жақсы қараймын. Құда қаласа алдымдағы ниетлерім бар. Тек Шимбайда емес, Құда қаласа басқа районларда да концерт беру ниетім бар. Онdan алдын жаңа қосқыларым шығу керек, кейін соларды шығарып әлбетте концерт беру ниетім бар. Рахмет, ниетіңізге жетің. Енді Беріктің келесі сұрауы, жас үлкен қосқышылар енді бұрыннан тәжірибеге ие. Енді жастар арасында қайсы қосқышыларды көбірек тыңдайсыз? Сізге ұнайды оны? Ұнайтыны дейсі. Енді көбісі де ұнайды деп енді айта алмаймын, дұрысын айтқанда. Мысалы Арсланбек Асқаров бар, Байрам Пердебаев, Мақсет Болатовлар бар, Бауыржан Хамидуллаевлар бар. Және негізінде сүйіп тыңдайтын сол қосқышылар, Рахмет. Ең дәслепкі ұстазыңыз кім деп? Ең дәслепкі ұстазым музыкант олда Сағынбай деген ұстазымыз бар, Оразымбет, Шынбайлы өзі. Ол тек музыкант ба, емесі қосылым айтатын беді олсам ба? Негізінде музыкант еді, аккордеоншы. Ең бірінші қолына саз ұстатқан инсан Сағынбай Оразымбет, һәм де сол Сағынбай Оразымбетке үлкен миннетдаршылығымды білдіремін. Енді Наурызбек деген ықыласмендіміз. Бұл Наурызбектің сұрауын оқып отырып, менен дұрыс сұрау екенін мен тән алдым да. Әлішер аға, сіз онша күліп жүргеніңіз көрмейміз, өмірде қандай инсансыз деп. Дұрыс айтқан, негізінде өмірде жүдә дым қатты емес, енді ауыр басқа адамға өзі. Негізінде хамезат орны-орнымен. Жаңағыдай, мынандай сұраулар болса күлемейін дейсіз ғой не? Рахмет. Ақсүңгүл атлы ықыласмендіңіз, сізде бір күнге жаслық дәуіріңізге, балалыққа қайту имканияты болса, қайсы дәуірге қайтқан болар едіңіз? Әлбетте балалық дәуіріне қайтқан болар. Қайсы, мысалы, балабақша ма, мектепте, мысалы, көшедегі жора жолдастармен? Бақшадағы кезлер өз алдына, мектепте кезлер өз алдына. Негізінде расын айтқанда мектеп дәуірлеріне қайтқанда. Мектеп, ja. Тіпті есімді біліп бастаған кездерсің, ja. Енді Азамат ісімді ықыласмендіңіз. Ассалаумағалейкум Әлішер аға, кіріп келе тұрған жаңа жылдарыңыз құтты берекетлі болсын депті. Сізге сұрауым,
Районларга качан концерт коесуз деп. Караөзөктөн Азамат экен. Жаңа ғана айтып өткенде, Құда қаласа, жаңа қосқыларым біткеннен кейін, Құда қаласа, өзімнің арманым сол Нөкістен бастап, кейін 2015 жылдан бастап Құда қаласа район. Bir kadar rayonların bağırgan deyip kelip mikroyonlarga da biliyoruz qo'y. Hadi. Rasul atlı ықыласпентіңіз. Алишаға жаңа жылды қай тәрізде күтіп алуды режелестіріпсіз деп. План бар ма деді жаңа жылда? Жаңа жылда план өзімнің семья ағзаларымен біргелікте үйде күтіп алғанды мақұл көреміз. Әр жылы өзімнің шаңырағым ағзаларымен бірге. Шампанский, Әлбетте. палау, Devam etemiz. Bek isimli Bek lakabı bizge soru jolaptı. Alişaға assalamu алейкум, sizge sorum. Esrada qo'shiqchilardan kimlarni yaxshi ko'rib turasiz? Ол жаңа berildi o so'rov. Bek жаңа javobini olgan bo'lsa. Endi kelesi so'rov İzzet ismli ixlosbendingizdan. Assalomu alaykum Alişaға жаңа жылда табыстар тілейміз деп. Hem de so'rov. Siz Шимайдан Нөкіске көшіп келді дейді. Сол рас па дейді. Дұрысқа сол жылы Нөкіске көшіп келдік. Құда қаласа дөретушілік жұмысты қайтақтың Нөкістен бастаймыз. Келесі сұрау Айзада деген қарындасымыздан екен. Сізге күндізгі уақытлары ilham келе ме, қосық дөреті емесе түнде ме деп бұл сұрауға бағана жауап берілді. Өтеміз, Айзадаға рахмет. Аман сімлі ықыласпентіңіз. Алишаға Йока тамаша қосығын кім тарапынан hamde қашан дөрегенсіз қосықшысыға білесіз бе депті. Азылға енді. Алишаға ендігі сұрауымыз поезд арқалы Алматыдан келген екен да? Азыл енді поезд емес, интернет арқалы Алматыдан жолдаған Айдана, Алматыдан Айдана сұрау жолапты. Ең бірінші қосық айтқаныңыз, нешінші жылы қосық дөреткенсіз ең бірінші, hamde бірінші рет сахнаға шыққаныңыз қашан? Ең бірінші мәрте сахнаға шыққаным, мысалы баяғыда мектептерде санат байрамлар деген болады. Ең бірінші сахнаға шыққан 8-ші класс. Sanat bayramında ya? Sanat bayramlarında. Döretушілікке келсек, мысалы ең бірінші дөрткен қосығым Ярың болайын атылы қосық. Бірінші қосығым сол. Нешінші жылы шықты? 1990 жылы шықты. 90 жылы. 90 жылы Ярың болайын қосық. Келесі сұрау, Жақсым Қайыпбергенов сімлі ықыласпентіңіз екен. Алишаға сізге табыстар тілеген, hamde бара алмадым қосығын жанлы ауызда айтып беруін ілтимас қылыпты. Мархамат, гитараны тыңдатайын екен. Негізінде бара алмадым қасыңа қосығы ең бірінші гитарамен шығарғанбыз. Кейін аранжировка келеді. Эстрада тарауында келген. Ең бірінші сол гитарамен шыққан, арқаны гитарамен айтып берген. Онда мен қосылып айтып отырсам дуэт болады ya? Әлбетте. Кемен жұлдыз болып кетемін ғой аға. Демек, бара алмадым қасыңа. Кеттік. Muhabbat bağındadır Serağan bülbülüydüm Sulbağdağı kızıl güllerden Saylağanım sen yedin Sayrayın bülbül bulup Canım kapa gülüne Sağınarsın kusığımda Kapa bulma süyen yarına Baramadım kasına Baramadım Uyamadım yüzüne canım Arak doyamadım Baramadım kasına Baramadım Sağınarsın Kaypa bulma süyen yarına Acayip. Gap болу мүмкін емес. Енді Алишаға қосықтың аты еліде бара алмадым да. Егер бардым деген қосық болғанда, бұдан бетер хит болар ма еді, қалай ойлайсыз? Бардым деген қосық шыққанда бұл дәрежеде бара алмадым деп хит бола ма дейді. Не үшін? Бара алмай жүрген жақсы. Қызықлау бола ма? Енді alonmedia.com сайты бүгін сізді мейманға мұрат еткен. Сол сайт арқылы, сайт ағзаларына, арқылы білсе интернет тармақлары арқылы бізді тамаша қылып отырған бүткіл Қарақалпақ жастарына жаңа жыл байрам тілектерін білдірсеңіз, мархамат.
міне елімізде осы сайт меймандарын, сайт ағзаларының барлығын кіріп келтірген 2015 жыл жаңа жыл байрамларымен шын жүрегімізден құттықтаймын. Өзімнің семьямның ағзаларының атынан еліміз абат болсын, еліміз тыныш болсын. Әрдайым осындай байрам кайфиятларында жүріп өруге тілектеспен. Байрамларыңыз менен. Рахмет. Есіңіздеміз, бізбен мейманда эстрадамы жұлдызы Алишер Алданбергенов. Мінекей бұл рахмет. Алишерға қымбатлы уақытыңызды бөліп, сөйлеу үшін келгеніңізге рахмет. Жаңа жылды жақсы күтіп алың, табыстар тілейміз. Сізге де рахмет. Әлеумет медиа жігітлеріне де рахмет.